Как я буду заставлять то, что вот здесь происходит? Мне максимально некомфортно, ребята. Битақ болып кеткен қымыз барға келіп тұр. Мына қымызды қарасаңдаршы, бөлек қымыз бар. Именно осы қымыз бардың фишкасы. Бұл қымыздың ішінде 17 түр қымызды бәрін бір түріне тыққан ғой. Прикиньте. Бұны ішсеңдер, бұл қымызды ішпейсің, бұл өмірге келмейсің. Отамы бар деген қымыз ғой, көресің. Мына құйылған қарасай. Айынан қарасай, қалай көпіріп қойып болады. Мына қарасай, шәке қарасай, мына қымыз ішкенсің, ішпегенсің.
окуучу кезиңизде бир балага сезимиңизди билдирген кез болду ма дейт. Сезимимди билдирдим деп айта алмайм, бирок андай болот го. Намекать этүү, касына отуруп калуу деген сыяктуу нерселерди жасагам, бирок сезимимди тикелей билдирип көрбөгөм. Жигитиңизге пароль берүү болдума дейт. Бір рет па, 2 рет па это было. Но қазіргі менің принципім бойынша ешқандай жігітке пароль бермеймін. Даже соткым сатым. Ал маған мынандай сұрақ келіпті: жақсы көрген қиын ба, сағыну қиын ба, ұмыту қиын ба деген. Білем, мен үшін ұмыту қиын. Бір адамға бауыр басып қалып, оны ұмытуға кәдімгідей біраз жыл кетті. Сол короче, ұмыту қиын мен үшін. Сіздер үшін ше? Ең бірінші жігітім менің 16 жаста бірінші курс кезінде болған. Солай, оған дейін вообще жігітпен жүріп көрмеген. Мектепте позор болған кез это было. Өмірімде бірінші рет анау қыздардың күні келген күн мен білмеймін оны. Сол кезде бір позор болғам. Ятай. Ал достар, менің көп парфюмдар запах деп айтады. Всем привет, қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Шүкір Алла, менде барлығы жақсы. Эфирға келдім, өзім дайындалып. Бүгінгі күндеріңіз жақсы болсын. Бәрі отырмыз. Эффект сағыз жазып күні.